ақша бұлтты емген таупмысың, хан тәңірім қарлышың, талантты туған сағаттай, алқалы жұртым армысың, арқалай келдім сіздерге, алаштың алды алғысын, дарынды берген сағаттай, аспан тауларым, армысың дегеле, армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар мен оқушылар. Рухани вуз мектептің оқу тәрбие жұмысын ұйымдастырудағы басты ұстаным жобасының ұлттық болмыс тұлғалар тағылымы бағыты бойынша өтілетін шындық пен сынның сардар атты бүгінгі аудандық байқау шығармаларының тұңғиығында жатқан інжу маржанды теріп, эстетикалық ерекшеліктерін шебер көрсете білген сыншы, публицист, қоғам қайраткері Сағат Әшімбаевтың шығармашылығы мен қоғамдық ой пікірдегі рөлін насихаттау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Сағат Әшімбаев қатардағы сыншы және әдебиет танушы емес, кез келген мәселені кеңінен қарай білген және шешімін ұсына білген сананың сәулетшісі. Өйткені ол сынды құр мақтау немесе даттау үшін қолданбаған, сынды өнер мен хикмет дәрежесіне жеткізген жан. Олай болса, алғашқы сөз кезегі Сағат Әшімбаев атындағы орта мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директоры Қолқабаева Құралай Нұрмұхамедқызына беріледі.